Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен өте оңай және қарапайым ғана заттардан тұратын жұмсақ қана шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Шоколадты кекстің құрамында бір ғана жұмыртқадан тұрады және миксерсіз тез ғана дайындалады. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда сіз бірінші болып көретін боласыз видеоны. Ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды және шекерімізді салатын боламыз. Шекерімізді осылай венчикпен жақсылап араластырып, кішкене ағартып көпіртіп аламыз. Және осының үстінен сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес, және сұйық майымызды және 20% қаймағымызды саламыз. Бір қайтара араластырып аламыз және үстінен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар және қасына қопсытқышымызды салып алдым. Осы кезде екіге бөліп салып алдым, өйткені қою болып кетуі мүмкін. Бір қайтара араластырып және үстінен ұнымызды толықтай салып шығатын боламыз. Міне ұнымызды толықтай салып болғаннан соң жақсылап араластырып, бір келіп-кетіп араластырып аламыз. Міне араласып болған соң осы кезде алдын ала какао ұнтағымызды електен өткізіп алып салатын боламыз. Сонда тершіктелі кішкене бір келіп-кетіп түсетін болады. Достар, осы какао ұнтағын сеуіп араластырып жатқан кезде менің видеомның астында лайк басып, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетсеңіздер, сонда қазақша контенттің дамуына үлес қосқан болар едіңіз. Міне бізде дайын болды. Енді осының кекстеріміздің ортасына кез келген жеміс-жидектерді, немесе тосаптарды, немесе вареный сгущенкаларды салып пайдалансаңыздар болады. Менің балаларым шоколадты қатты ұнататын болғандықтан мен шоколадты бірнеше бөлікке салып алып араластырып дайындап алдым. Піскеннен соң кішкене толықтай суыған соң арасында шоколадтары бүтіндей болып, түйіршіктей болып жүреді. Міне бізде дайын болды. Енді алдын ала дайындап алған қағазды формамызға салып шығатын боламыз. Егер сіздерде қағазды форма болмаса, силиконды формаларға немесе үлкендеу формаларға құйып алсаңыздар болады кекстің формасына. Өте керемет болып шығады. Міне осы барлығына 1,5 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Мен барлығына 1,5 ас қасықтан салып шықтым. Кекстің артықшылығы ешқандай дүкендегі кекстердің артықшылығы жоқ. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Міне түгелмен барлығына салып шықтық. Енді осы кезде алдын ала пешімізді қыздырып алатын боламыз. Мен бетіне орех жаңғақтарын сеуіп шықтым. Ол әсемдік үшін. Егер сіздер сеппесеңіздер де болады. Міне осы толығымен барлығына сеуіп алатын боламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің кекстеріміз өте әдемі болып, екі есе көтеріліп пісіп шықты, өте жұмсақ болып. Мен осы кезде ыстық күйінде алып жатырмын. Міндетті түрде толықтай суытып алып қағаздан шешіңіздер, сонда қағазға жабыспайтын болады. Міне біздің кекстеріміз өте арасы шоколадқа толы. Кекстеріміз дайын болды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.